Сөйтіп бүгінгі Генттегі күнді осындай бір хостел для молодежи деген жерден шығып бастайын тұрмын. Жалпы жақсы екен. Ақшасы сәл қымбаттау болса да, мысалы үшін сол столицасына қарағанда. Бірақ зато питаниясы бар да. Адамдар да вроде бы спокойный. Я сөйтіп енді осындай бір тек қана замықтарды, тек қана осындай бір сұлулықтарды обещать ететін қаланы тексеріп көретін болсақ, қалай болады? Жалпы осы практически әрбір улица болмаса да, жептері көп улицалардың арасында осындай бір су шат. Типа бельгийская Венеция ғой. Венецияға бармадым деп армандамаудың қажеті жоқ бұл жерде. Сөйтіп ары қарай шығып жатсам, андай бір церковь или соған ұқсаған бірдеңе шықты. Соған қазір жағынырап қарап көретін болсақ. Сөйтіп осындай екен. Арғы шетіне бару как-то не в те болмаған, не по пути. Сондықтан болса, не болса да. Или в принципе үлкейтіп қарауға болады. Не екен шынымен? Немісшеде жазылған. Түсініксіз. Сөйтіп, бүгін негізі суббота. Сағат 10:30. Жұрттың барлық үйлерінде ұйықтап жатыр деген ойдамын. Архитектура осындай. Кәдімгі жайлы адамдардың өмір сүретін үйлері. Тағы бір рет бұл Гент қаласы. Сөйтіп, Брюссель, Антверп қалаларына ұқсас. Гентте жалпы асфальтың орнына брусчатка. И бір қандайдыр чемодан или бір ауырақ нәрсемен жүретін болсаңыз, өстіп дауыстар шықыр деген дауыстар естіліп, әжептәуір нервіңізді қоздыратын болады. Бірақ жұрттар оған внимание обращать етпеуге әрекет қылады. Күшті? И сол Генттің тура қарай жүре бершерде осындай бір тағы бір озеро, водичка, өтетін бір тағы улица шықты. И как всегда осы жас көретін Примарк, магазин көрсем, Орум көтеріледі деген сияқты. Ана жақта сол бар екен. Соны қазір қарап шықса, интересно қандай киімдер сияқты болар екен. Сол осы айналысы. Бутик, киім. Мен сүйікті Примарка. Бір айлыққа отырғызатын адамсыңдар ғой, Примаркшы. Азаннан кешке шейін сендер магазиндерінде мақтап отыратын. И осы ішіне қазір кіріп көрсек, жалпы выбор практически барлық жерде бірдей болса да, кейбір магазиндерде чуть-чуть разницасы болып тұрады. Сәл әдемілеу, сәл не совсем әдемі демекші. Соны қазір қарап шықсақ, сравнительно кешегі магазинге қарағанда, бұл жерде выбор көбірек деп ойлаймын. Кіріп тек қана көре берсем болды демекші. Как всегда киімдерден басталады. Как всегда осы Примарктың ең шетіне қарай жүретін болсаңыздар, осындай бір супер жеңілдіктермен 3,50, 4,50, 9 евро, неше түрлі су тегін арзан бағаға қабышный кофточкалар алуға болады. Бірақ целым осы Бельгияда жүргенімге
3-4 kun bo'lib atgan bo'lsa, bari жерде шынымен одни и те же вещи, бірақ сәл-сәл, ну, по размеру сіздікідей еместей, чуть-чуть басқа расцветкада, бірақ сол бағада. Прям экстремально басқаша нәрсе бар деп айтуға қиналасың. Мына бетінде болса косметикалар сатылады. Макияж, анау-мынау, шашқа. Сөйтіп бұл жерде футболкалар неше түрлі әдемі варианттар бар екен. Зимний киімдер. Жұрттар осы жерде кәдімгі үлкен мешоктар қолдарын ұстап алады, потому что действительно бұл жерде бағалар по европейским стандартам өте арзан. Сондықтан осындай бір үлкен мешоктармен жүретін болады. Мына походу субботний рынок. Қолдан барлығын, опять же, су тегін қылып сататыншы. Сөйтіп жанрға қарайтын болсақ, мына жақта киімдер, бір түрлі киімдер. Мына жақта фудмаркет. Мына жақта әлі ашылмаған қанша жерлер. Бері қарай жүретін болсақ, мынандай бір памятник бар екен. Жағында көретін болсақ, ол дейтін барман көрметр. Мен соқырлығыммен. Бірақ жайма енді ашылып атқан сияқты. Мына жақта фургон кәдімгідей заттар шығарып атқан. Мына жақта шығамай отырған иттер. Сөйтіп ар жақтан жүре берісте церковный, как бы призывқа қарай кеп отқанда қарасам, зин осындай бір месса, субботняя месса өткізетін зданияға кеп қалдым. Немістердің барлығы просто для галочки өздерін католический церковьтерін қалдырған болса, а бельгийцелер действительно келетін болып тұр ғой сонда. Саат примерно 7:30-дарда, 7:45-терде осы жерден походу дауыс шыққан, колокольчиктердің дауысы. Келіндер, намаз оқып кетіндер деген сияқты. Өте күшті. Сөйтіп болса граффити стрит деген жанрға көретін болсақ, походу осы жерден басталып, ана пустота, вот еще одно граффити и ары қарай кәдімгідей жалғасып кетеді ау. И осы шынымен кәдімгідей улица. Что-то бір ештеңе көрінбейді, если честно. С одной стороны, былтырғы берлинский стенаға қарағанда қызығырақ. Кәдімгідей осы жердің дәл осы жері арт-стрит болып кеткен ғой ше. Неше түрлі. Кете бересің. Жұрттар платные съемки предлагать етіп жатыр. И неше түрлі бір турдар кетіп жатыр. Бірақ жалпы осымен кейін таусылып қалар екен. Онша көп те емес. Онша аз да емес. Сондықтан бір 2-3 адам болып келетін болсаңыздар, мақсат селфи істегеннен жалпы суретке түскен бәрібір басқаша болады. И сол осы граффити стриттен шығып болғаннан кейін, ана жақта мусор жинап атқан машина. Уже саат 11 болайын деп жатыр, олар әліге дейін мусор жинап жүр. Хотя везде чисто. Сөйтіп болса, бізкілер сияқты бұларда метрлеп дастархан сатар екен.
Mına жақта пирсинг, татуировки номini istaydi studiya. Күшті. И улицамен прямо жүре осындай бір красотаны көру насip etdi. Адамдар деген қырғын, погода деген керемет кентте. Бағана қайықшыларға сатылатын билеттер. Замок. Мінекей, походу, 2025 жылда болып отыратын христианский, католический праздник Jubileeге тек қана Италия емес, но и Бельгияда керемет дайындық көріп жатқан сияқты. Барлық жерде постройка, перестройка, реставрация болып жатқанына қарағанда. Замок. Мінекей, походу, 2025 жылда болып отыратын христианский, католический праздник Jubileeге тек қана Италия емес, но и Бельгияда керемет дайындық көріп жатқан сияқты. Барлық жерде постройка, перестройка, реставрация болып жатқанына қарағанда. А вот прям шынымен осындай бір керемет әдемі зданиялардың қасына барғанда қалай өзінде бір прям осы өмірдегі чуть ли муравьиный ощущенияларды чувствуете тут бастайсың? Потому что соншама ғасырлар бойы адамдар бізден бұрын өмір сүріп, бізден бұрын осындай керемет ғажайыптарды соғып, жалпы қазіргі уақытқа дейін қалай осындай керемет состояниеде қалған. Ал мына жағында болса, мынандай бір және кесел здание, ғимарат бар екен. Бағана қайта видеоролик түсіріп жатқан мына бір ғимараттың қасында. Енді былайынан бұрылайтын болсақ, осындай бір басқашалау мост шар екен. Туры бір люцернді әлі көретін мостқа ұқсас. Из дерева істелген. Соған жағындырап, қазір барап көрсек не болады. Осы бағанағы деревянный конструкция ол мост емес. Астында парк болып кетеді. Бағанағы замок, то ли церковтың артқы варианты. Суббота болғаннан кейін жұрттың барлығы далада, не только туристы, но и походы местные. Осындай. И, как говорится, мына жақта уже центральный Генттің жер болғаннан кейін барлық жері әйтеуір осындай бір керемет әдемі соғылған зданиялармен толып жатыр. Ана жаққа бұрылсаң да, мына жаққа бұрылсаң да. Сөйтіп ақмақ болсам ақмақ болайын, жынды болсам жынды болайын. Бірақ мына статуяға қарап, мен точно бұл Пушкин шығар деп ойланадым. Бірақ логически ойладым, конечно, Бельгияда Пушкин естесін деп. Но тем не менее, түрі прям ксерокопия істеген ғой анада. Жан-жақ осындай.
уже чисто просто так, без определенной цели Гентті аралап жүрмін, себебі келетін автобусым әлі 7 сағат бар екен. 7 сағат бір жерде отырғаннан әйтеуір бір жерге қарай жүре берейін деп осылай непонятный жерлерге келіп қалдым. Сөйтіп осы эспрессо кофемді ішіп алып, сағат 12:30 болды. Төбеден төбеге қарай шығып, жалпы церковь Святой Богоматери и Петра деген жерге осы тура тік жолмен жүрам деген ойдамын. Себебі басқа көретін достопримечательностей пока что менде қалмады. Сөйтіп бұрын мен мамам наподобие весь Германия бір Шымкент қаласындай или немесе целая Европа Шымкент қаласындай болады дегенде күлгім келетін еді. Қазір қарап отырсам, шынымен әшейін бір Генттен из точки А в точку Б әжептәуір басынан ақырына дейін 2 сағат кетті жету. Бір түрлі. Сондықтан бұл жерде публичный транспорттың ешқандай қажеті жоқ. И вот осы церковь Богоматери и Святого Петра. Қызық? Жұрттар өлең айтуды бастатқан едім, мен көрді сразу жалғастырмай қойшты. Походу Европада барлығы осындай велосипед алып спортивный образ жизни алып баратын сияқты. Хотя вроде машиналарда көп. Аннандай велосипедный стоянкалар болса, одан да көп демекші. Енді сол Леопольд бірдеңе деген зданияны көріп қалған екен. Қайтадан паске қарай домалып кете береміз. Бағанағы көрген церковьтер, бағанағы көрген замктар жаққа. Шынын айтқанда, абсолютно басқа маршрутпен артқа қарай жүруге әрекет қыладым. Қайта бір жерлерді видеороликке түсіре бермей. Ана как раз Гент қаласының операсы екен. Сөйтіп болса, паркқа жоқсаған бір отыратын жерге келдім. Себебі жүру уже невозможно болып кетіп жатыр. Пас қарай домалап кете берсем де. Әрине суббота болғаннан кейін осындай бір жайма базарчиктер толы. Гүлдер, керек емес заттар демекші. Қызық? Әрине тағы бір ұнаған нәрсе Генттен. Пешеходная дорожка для велосипедистов, отдельно и максимально яркий түстерде боялған. Сондықтан Германия ұқсап адасып кету немесе түсінбей қалып басқа жолды басу, ол вообще түк нереальный случай. Күн болыттылау, бірақ жаңбыр жауатын түрі жоқ. Оған да рахмет. Сөйтіп өзімнің автобусный остановкам салақ аррағында осындай бір парк табылды. Ал парктың ішінде тегін Wi-Fi бар екен. Как раз ешкімге көрінбей, сэндвичтерін жеп алып, осы жерде отырып, біраз аяқ созып, демалып алуға болар екен.
Бұл жақта кішкентай балдар, мектептегі балдар, студенттер осы парктың әртүрлі жерлерінде тығылып алып, кәдімгідей тоже пикник істеп жатыр, ұйықтап жатыр кейбіреулері. Күшті екен. Сөйтіп болса, айналып жүріп келген Flixbus деген компанияның автобустар тұратын автостоянкасы. Осы жерге келіп, знаменитый сол немецкий фирма ұсынып келетін по всей Европе ең арзан бағадағы и ең комфортный условияларда создавать ететін автобустар осы Германиянікі. Жасыл көбінесе болады, а мына біреуі қызыл болып келді.